жетпеген осы еді. Мынау не? Құлағыңды жұлып алам. Әжеме айтып қоямын, сені мені ұрдың деп. Сөйлей берме. Барыбір айтам. Жетер. Ойбай, менің баламды кім жұмысқа салып қойған? Жеңеше ұрысты маған. Жарайды, мен ұрыспаймын. Гүлістан кешке біздің үйге кел ауыз ашарға. Өзіміз ғой 3-4 адам, лишний ешкім болмайды. Алжыған кемпір жасым болса 70-ке келді, мені жүгіртіп кілен, өзінің тұмаларын шақырып, қартайғанда қиналып жүрмін, енді шаршадым осылай. Бәріне айтқан сияқтымын, шалдың қанын ішіп келейін. Шал, сен погребке түсіп солене варенье алып кел. Ой, сен де тыныштық бермедің. Жанымды алмаш, барам қазір, надоело. Тезірек жүр. Сахарадан келді ма? Кастрюльдегі суым таусылып бара жатыр. Қайнап болмады да бұл шайнек. Енем келеді, қазір мазасызданамын. Ораза қабыл болсын. Шай шығар бол, қонақ күтіп отыр, ұят болады. Мана айтқан жоқпын ба саған, шайынды қойып қой, қайнай берсін. Еттен кейін шамалы отырсың, әңгіме айттып. Сізде 3-4 адам деп 20 адам шақырғансыз. Ауыл шақырмағаныма рахмет айт. Қайда тығып қойып едіңдер? Бұл үйде дым таппайсың. Пластикалық ыдысқа тимейміз. Жаңадан сатып алдым. Тамақ алғыңыз келсе, қаймақтың қаңылтырына өзім салып беремін. Ойбай, келін, жамансың ғой. Тамақ салып алайын деп едім, қазір отырған қонақтар алып кетеді. Қонақтарға апарып берейін, салып алсын өздеріне. Не әдет бәрін таратып беретін? Әкеліңіз пакетті. Кухнядан өзім салып берем. Сөздер және идеялар авторлық құқықпен қорғалған. Автордың рұқсатынсыз көшіруге, таратуға, жүктеп алып қайта жариялауға қатаң тыйым салынады.